Ақын Ринатты депутат Ринат тұншықтырып тастаған жоқ па? Парламентке бара жатыр екенсің, менен қандай көмек дедім, бетіне қараймын, сен ешқандай көмек керек жоқ дедім, болды. Думан Мұхаммедкәрім, сіздің досыңыз, досыңызға биліктің бір мінберінде отырған адам ретінде ешқандай көмектесе алмадыңыз ба, әлде араша түсе алмауыңыздың бір себебі бар ма? 4 депутат мен білетін, қазір өзімді қосқанда бұл іске қатты алаңдап отырмыз. Оның біреуі Ермұрат Бапи еді. Адамның өз қол аяғының байланбай тұрғанын сезіп тұру да еркіндік. Бұл пікірдің сізге қатысы жоқ па? Орманда жүрген ор қоян болғанша, шынжыда тұрсаң да қасқыр болған жақсы деп ойлаймын. Шынжырда тұрсыз ба? Құл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде, ойнайды тұрғанша рухыңнан бөгелме. Кеудеңде керіп жүр ескі жау, ел болмас. Қазақ боп туғансың, қазақ бол өлер деп. Армысыз көрермен, бүгін Дүр Қамшының студиясында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, айтыскер ақын бірінші кезекте Ринат Заитов. Ринат, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Өзіңізбен осыдан 4 жыл бұрын соңғы сұхбат жазыппын, бірақ дәл осы қамшы сұхбатта қазір кішкене аты өзгерді. 4 жылдан кейін депутат Ринатпен алғаш рет сұхбат жазып отырмын. Сол сұхбат барысында сіз менің бір қатар ағаларым бар, парламентте отырған, бер жақта жүргенде бәрі сайрайды, ар жаққа барған кейін амалым жоқ деп үндемей алмай қалады. Бірақ мен оларды түсіне алмаймын, өйткені мен олардың орнында отырған жоқпын дегенсіз сол сұхбатта. Қазір сол кісілердің орнында отырсыз. Амал жоқ дейтін көкелеріңізді, ағаларыңызды түсінесіз бе, әлі де түсіне алмайсыз ба? Әлі де түсіне алмаймын, өйткені енді білмеймін бұрынғы парламент қалай жұмыс істеген, бұрынғы шақырылымдар қалай болған. Қазір мәжілісте мүмкіндік өте көп, тек қана пленарлық отырыста емес, жұмыс топтарының аясында, мысалы заңға өзгеріс енгізуде, тіпті өзіңнің мандатыңды пайдаланып, кез келген министрлікке барып, жеке бір адамның мәселесі болса да, болады, шынымен бір мәселелер болады. Мысалға айта кетсек, бізге қоғамдық қабылдауға, осыны бірінші қоғамдық қабылдауыма кішкентай баланың анасы келді, мен балам квота бойынша кезекте тұр, бәрі бар деді, бірақ балам өліп барады, не істеймін деді, оған шұғыл дәрі алу керек. Соны тікелей ол кезде Ажар Ғинаятқызы болатын министр барып шығып, апай, мынан қандай мүмкіндігі бар мына баланың? Ол кісі жаңағы рахмет Қазақстан халқына қорынан ақша бөлгізіп берді. Осындай мәселелерді шешуге толыққанды мүмкіндік бар негізінде. Яғни ол кез келген шенеунік болсын, депутат болсын, әр адамның өзіне байланысты. Иә, өзіне. Ол жақта тұншықтыру, ар жақта тұншықтыру, қысу, еркіндік жоқ деген әңгіме жоқ. Жоқ, ондай жоқ. Білмеймін. Сол сұхбатыңызда, ол сұхбаттарға қайта-қайта тоқталып отырған, сол сұхбатта ол кез Әміржан Қосановтан көңіліңіз қалып жүрген кез, айналамда сенетін адам қалмады деген едіңіз. Енді одан бері 4 жыл өтті, сенімді достар таптыңыз ба? Сенетін адамдар бар ма? Кеше ғана бір отырмын өзі, шығармашылықтан қол үзіп кеткеніме көп болды да, сонан көптен бері хабарласпай жүрген бір досыма бір шумақ жазып жіберіп едім. Бір адам жоқ жайды сұрап келетін, бір адам жоқ жанға жылу беретін. Алдымда да бір адам жоқ сенетін, артымда да бір адам жоқ еретін деп. Сол сияқты ол адаммен енді рухани былай өзім достарым бар, ал мынандай саяси жолда білмеймін, әзірге кездестірмедім ондай бір пікірлес болатын. Бар бір белгілі бір жолда пікіріміз бір дапаворота деп айтамыз ғой. Сол сияқты бір тақырыптың айналасында бірге қалуымыз мүмкін, бірақ кейбір тақырыпта жолымыз екі айырылып кетеді. Яғни Ринаттың қазір тіпті парламент қабырғасында болсын сенімді адамы жоқ. Өзі сенім артар. Ол ондай енді үміт артатын адамдарым бар шығар, бірақ толыққан сенім артатын адам жоқ мыңғасы. Ал жаңағы мені отқа тастап кетті деген Әміржан ағаңызбен қазіргі қарым-қатынастарыңыз қалай? Сәлемдеріңіз түзу ме? Жоқ, мен кейінгі рет ол кісіні парламентке келмей тұрып көрдім. Әбжәміл Нұрпейісовтың ойын қателеспесем асында ма? Сол кезде көрдім. Енді ас болғаннан кейін бір мынандай бетпе-бет тар жерде кездесіп қалдық. Соны қолын созды. Мен негізі өзім ол кісіге қол бермеймін деп жүргенмін. Бірақ енді ас болғаннан кейін жерде айғайласып тұратын емес. Амандасып едім. Парламентке бара жатыр екенсің, менен қандай көмек дедім, бетіне қараймын, сен ешқандай көмек керек жоқ дедім, болды. Содан берігі 2019-дан бері кездесуіміздің
басында аяғында сол болды. Қазір естідім парламентте қоғамдық кеңестің мүшесі деп, бірақ әлі кездескен жоқпыз. Кездесуге құлықсыз да емессіз. Білмеймін, менің ойымша қажет нәтижесіз болады ол кездесуде, ешқандай қандай да бір. Иә, біз бәріміз. Сол көңіліңіз сол қалған күйінде ешқандай өзгеріс жоқ. Әрине. Жалпы айтыс сахнасында арқырап шындықты бетке айтатын Ринатпен ол жерде де елдің мәселесін көтере алдыңыз, парламент мінберінде аса айырмашылық жоқ сияқты, екі жақта да халықтың мәселесін көтеруге болады. Бірақ қай жақта еркіндік басым? Айтыста әрине. Өйткені айтыста сен жалғыз емессің ғой. Арқыраған артыңда халық тұрады да, жаңағыдай. Айт деп. Соң өткенде де айтқам, қандай министр болсын, кім келсе де сен ол жерде айтуға дайын тұрасың да. Ешқандай тартыншақтық жоқ, басқасы жоқ. Ал парламентте дәл өзің сияқты тағы да 97 адам бар. Олардың бәрі жаппай сені қолдайды деп мүмкін емес олай. Әркімде әртүрлі пікір бар. Сондықтан әр сөзіңе абай боп, жеті шоқып бір қарап, жан-жағыңа қарап, неғұрлым иығыңды маңдайыңды ешқайда соғып болмастай қылып жеткізудің жолын қарайсың да. Дегенмен елдің мәселесін көтеруде жаңағыдай министрге тікелей айтудан бөлек депутаттық сауал ретінде көптеген өзекті түйткілді мәселелерді көтеріп жүрсіз. Депутаттық сауал жолдап, қағазға ойыңызды түсіріп оқығанмен, домбырамен айтқан шындықтың айырмашылығын жер мен көктей деп айтуға бола ма? Болады, иә. Өйткені айтыста ойдың еркіндігі ғой, қиялдың еркіндігі. Сен мысалмен, теңеумен, мұқатып айта аласың кейбір жерде, ал депутаттық сауалда тек қана заңның тілінде сөйлейсің. Дегенмен бұл жерде де астарлап көп дүниені айта алып жатсыз. Маған ұнағаны жаңағы әділетті Қазақстанды қашан құрайын деп жоспарлап жатырсыздар. Түсінген адамға астарында үлкен сұрақ тұр да. Сондай сұрақтарды, мысалы, сол кезде бір бапты айттыңыз, 429 бап екен. Парламент мінберінде айтылған күйі қалып қала ма, әлде ол кісілер айтты, біз ойласып соңында жауабын береміз деп жауап берді ма, олар сол күйінде қалды ма? Жаңа Қазақстан бойынша енді жауап бере алмайды ғой. Ол жаңағы іште толық болғаннан кейін айтылып кеткен. Негізгі ол жердегі қойған сұрағым, біздің қылмыстық процессуалдық кодексте өте бір қасақана бір баптың сөйлемі бар да. Ол қылмыстық кодекстің жаңағы 429 бабында мынандай тексті былай келеді. Шамамен болжам мысалы айтайын. Жаңағы сотталушының жаңағы түрме күзетшілері мен олардың отбасыларына дейді де үтір, және де олармен келісімге барған сотталушылардың өміріне қауіп төндірген адам дейді 20 жылдан өмір бойына дейін бас бостандығынан айырылады дейді. Бұл неге әкеп соқты? Бұл біздің кәдімгі оқшаулау мекемелеріндегі әлімжеттікке әкеп соғып отыр. Өйткені айтуға ауыз бұрмайтын кішкентай балаға зорлық көрсеткен сотталушы барып кез келген жаңағы түзету мекемесінің басшылығымен келісімге барып алады да, онан кейін ішінде ойына келген жасауы мүмкін де. 3 жылға бір болмайтын бір не дейміз енді, тана ауырлап сотталған адамға барып қоқаң-лоққы көрсете алады. Ол өзінің құқығы тапталғанына, қорлықтың бәріне шыдауға мәжбүр, өйткені ол оған бір қандай қарсылық білдірсе, жаңағы баптың тармағы алдынан шыға келетін. Сол біз осы жолы қылмыстық кодекске өзгеріс енгізудің жұмыс тобында бұны барлығымен ақылдасып, біздің әріптестеріміз бар, Абзал Темірғалиұлы Құспанның жетекшілік етті бұл жұмыс тобына, Имашева Снежанна Валерьевна бар, барлығымен ақылдасып, осы заңның осы жері артық екеніне көзіміз жетіп, үкімет оң қорытындысын беріп, біздің жұмыс тобынан бұл өтті. Қазір енді заң толық күшіне енгеннен кейін бұл бап жұмыс істей бастайды. Жалпы енді заңға ойысты ғой әңгімеміз. Жақында отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заң жобасы қабылданып, тіпті күшіне енді. Енді өзгерістер өте қуантарлықтай, керемет өзгерістер болып жатыр. Дегенмен, осы заңды талқылау аясында әлі күнге күшіне енгеннен кейін де қоғамда әкенің қабағынан ұғатын ұрпақты төмендетіп, немесе ерлерімізді ез қылып жатқан жоқпыз ба деген әр жерде ер азаматтар тарапынан бір пікір білініп қалып жатыр. Осыған қатысты сіздің пікіріңіз қандай, ойыңыз? Білмеймін, мен ерлерді ез қылып жатыр деген мен келіспеймін. Иә,
кез келген таяқтың екі ұшы бар, мен үнемі айтып жүрмін. Бұл заңның да шығуы мәжбүрліктен келді, өйткені қоғам бұзылды. Әйтпесе біз жетімін жылатпаған, жесірін далаға тастамаған, әйелін қатыным деп еркелетіп бір кеңесшісі көрген сондай дана халық едік. Қазір керісінше бір мына білмеймін ненің әсері, әлде діни сауатсыздығымыз бекен, салт дәстүрді білмеуіміздің әсерінен бекен, бізде қазір қыз баланың рөлі деген мүлдем төмендеп кетті да. Енді соны қорғайтын орган шығып еді, бұл ерлерді езғылама дейді. Ердің ерлігі ол әйелді бала шағаны ұру емес, ол ерлікке жатпайды. Тәлім тәрбие бер алсаң, өз атам қазақта айтады, балаңды ұлыңды дейді, адам болсын десең естен кетпестегі бір рет ұр дейді. Қызыңда адам болсын десең естен кетпестегі бір ұрыс дейді. Бір рет дейді, 10 рет демейді. Біз бұны заңға да соның осы дана сөз аталарымыздың насихатын есепке ала отырып, бір рет балаңа қол жұмсауға болатын шығар. Иә, бала балалығын жасайды. Бірақ сен оны сабай бергеннен, басқаны бергеннен, ол ары қарай ашына бергеннен басқа адам жоқ. Шаман келсе, ол қандай адам? Өзіңнің тәрбиелеуге ақыл парасат жетпегеннен кейін бәлкім ұратын шығар деп ойлаймын. Мен жалпы бұл заңға қарсы шыққандарды қолдайын деп отырған жоқпын, бірақ заң қабылданды, күшіне енгеннен кейін, және қоғамда бұл пікір бар болғандықтан кейбір сұрақтарды нақтылап отырмын. Ыдыс аяқ шылдырламай тұрмайды дегенді желеу етіп те айтып жатыр. Сонда бір үйдегі айғай-шудың кесірінен біреудің күйеуі барып сотталып кете ме деген қорқыныштар да бар. Бірақ менің білуімше, менің танысқаным бойынша, қол көтермесе ешкімге ешқандай жаза жоқ. Ешқандай жаза жоқ. Жалпы бұл заң талабын сіз қуана қолдайтындардың қатарынан? Жоқ, қуана қолдайтын емес. Мен жаңағы керісінше осындай бір басында көп талқылаулар болды. Біздің комитеттен шықты ғой бұл заңда. Сол кезде көп талқылауларда айтамын, мынау ертең семья бұзылуы мүмкін. Иә, таяқтың ондай ұшы да бар. Бірақ таразының екі жағына салып келген кезде осындай заң қажет болып тұр қазір біздің қоғамда. Енді ұят қой, қанша әлем желі пайда болғалы тіпті көп сабап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Ол ертең біз қандай тәлім береміз, қандай қоғам қалыптастырамыз? Егер бұның бәрі жазықсыз қала беретін болса. Жазықсыз қала беретін болса, ертең бәрі бүкіл қоғам сондай болмай ма? Ал біз қызымызды қызғыштай қорып, ойбай деп, төрде өсіріп, еркем болмайын деп, біздің елдің анасы, ұлттың анасы деп тәрбиелеуші едік. Қазір бір қыз бала деген, әйел деген бір қосалқы бір қызмет сияқты. Бұрын атам қазақ айтушы еді, қыз бен бала азамат, ердің олжасы деп. Құдай берген олжасы ғой енді. Олжа әркімнің өзінің ерлігіне лайық болады. Егер ер азамат шынымен бойында ерлігі бар болатын болса, оның олжасы, мен атамыздың тілімен айтатын болсақ, ата-бабамыз, әйел бала шағасы соған сай болады. Сырт көз қызығатындай, мынау керемет тәрбиелі екен, тәртіпті екен деп. Ал өзі сорлы болатын болса, оның олжасы да сондай жұтаң болады. Жүрген жерінде бетіне сөйлейді, беттен алады, айтқан тілін алмайды, қабылдамайды, шәпілдейді, ондай болады. Әйтпесе бәрімізде отбасы бар. Ешкім бұдан сақтанып тұрған жоқ. Ертең біздің де ұл қызымыз жетіледі, ертең олар да үйленеді, ертең олар да ұзатылады. Біз тіпті мысалы осы заң шығатын кезде біздің бір әріптесіміз айтты, мына заңды қабылдауға болмайды, өйткені менің інім мен келінім деді. Осылай бір ұрысып қалғанда келінім арыз жазып жіберіп, оны 15 күнге қамап тастап еді, содан інім ренжіп ажырасып кетті дейді. Ол да болуы мүмкін. Заңның екі ұшы бар. Бірақ бұл қайталап айтам, мәжбүр болдық та бұны қабылдауға. Бұл жерде 15 күн емес, бұл жерде кәдімгі үлкен 8 жыл бар. 8 жыл бар. Жалпы мынадай мәселе бар да, отбасылық, тұрмыстық зорлық-зомбылық кейіпкерлеріне қатысты көп материалдар жасағанмын. Оңтүстікте бір келіншек Алматыға көшіп келді. Отбасылық араздасуларына күйеуінің екінші әйелді үстінен алып келіп қоюы, соған байланысты екеу ара ұрысқан. Жалпы заң жүзінде бұл әйелдің құқы бұзылып тұр ғой. Бала шағасы бар. Жалпы осы екінші әйел алуға, бірінші әйелдің құқын бұзбай екінші әйел алуға тыйым салу керек па, әлде сіздің пікіріңіз қандай осы? Бұны насихаттамау керек деп қана ойлаймын мен. Мысалы, бізде қазір әлеуметтік желіде басқасында
өте екі әйелім бар деп насихат жасайтындар көп та. Ол да жаңағы сияқты бір әулеттен оны түсінісіп қарайды. Мысалы, әсіресе мына дін ұстанған әулеттерде оған жақсы қарайды. Басқа әулетте оған мүлдем түсінікпен қарамайды. Кейбір жігіттер мысалы жаңағы сондайды көреді де бізде істейік дейді. Мүмкін солай шығар. Бір жігіттің қолынан келетін шығар. Бұл жерде тоқтау қойып, не болмаса ресми бұған акцент бергеннен гөрі осындайдың насихатынан тыйылсақ, әркімнің өз үйінде ана кімде бар еді, жұрттың отбасы қалың орман деген. Иә, орысшада. Чех па Достоевский ма біреуінде. Иә. Сол сияқты ғой ол отбасы. Яғни заң жүзінде екінші әйел алуға тыйым салу дегенді қолдамайсыз. Бізде рұқсат етілмеген ғой ол, онсыз да. Рұқсат етілмеген дей тұрсақ та көптеген және ол бір кейіпкер емес, менде ондай көп кейіпкерлер бар да. Әсіресе жаңа сіз айтып жатқандай діни ұстанымы мешітке барып некесін қия салып, екінші, үшінші, төртінші әйел алып отырғандар бар. Яғни, егер біз ортақ бір заң аясында ғана жұмыс істейтін болсақ, оларға неге ол рұқсат беріліп қойған? Мүмкін заңның шеңберінде оларға тыйым салыну керек. Айтып отырмын ғой, Ирина ханым, бұл жаңа насихаттан болады. Енді қараңыз, 2-3 әйел алған, менде таныс адамдарым бар, 2 әйелі бар кәдімгідей, екеуін бірдей аялап, адам құсап ұстап отырған. Оның әрқайсының өзінің оқиғасы бар. Мысалы, әмеңгерлікпен алатындары бар біздің қазақтың ата жолымен. Біреуі жан ашып алуы мүмкін. Жан ашып, шынымен. Өйткені көп қыздар қазіргі заман өз бұзылғаннан кейін кейде қазақтың қыздары кәмелетке толмай жатып бұзылып жатыр ғой, өзіңіз де көріп жатсыз қазір өте көп ондай нәрсе. Сондай тұрғыда біреу алуы мүмкін. Енді қазір біз оған жаппай тыйым салып тастағанның барлығына мына жақты да ескеруіміз керек қой. Демократиялық қоғам. Нәзіктеу тақырып дейсіз. Иә, ең дұрысы жаңағы сол. Сен көпшілікке айтпай ақ қой, оны істей алсаң, істе. Істей алмадың ба, беліңнен көтере алмайтын шоқпарды, қолыңнан көтере алмайтын шоқпарды беліңнен байлама, болды. Менің түсінігім, қабылдауым осылай енді. Жаңа діни ахуалда нәзік тақырыпта. Жақында білесіз, Атырауда көлігін сырып кеткен үлкен 56 жастағы азаматты соғып өлтіріп тастаған жағдаймен таныссыз ғой. Сонда көпшілігі жаңа бейне жазба шыққаннан кейін неге айналасында тұрғандар көмектеспеді сабап жатқан кезде, соқталдай азамат кішкентай ғана үлкен кісіні сабап жатқанда ешкім көмектесе алмады. Соған әлеуметтік желіде көп пікірлер жазылды. Себебі батыста, әсіресе сол Атырау жақта жаңағы күдікке ілінген азамат қамауға алынғаннан кейін суреті тарады, ол қаба сақалды азамат екені белгілі болды. Жалпы сақалдыларға тыйым жоқ, және олар үнемі өздерін кез келген ортада осылай ұстайды. Сол себепті халық қорықты деген пікір тарады. Жалпы сол жақтың да азаматтарынан естіп қаламыз да, діни ахуал керемет еместігі туралы. Сіздің хабарыңыз бар ма? Сізге хабарласқандар бар ма? Жалпы бұл жағдайға қатысты пікіріңіз? Бұл жағдайға қатысты өте көп хабарласады бізге. Өзіңіз де білетін шығарсыз, осыдан біраз уақыт бұрын 80-20-ның әңгімесі болды. Сол кезде мен нақты өзімнің бойымнан өткіздім. Ол қауымның бұл өте қауіпті жағдай менің түсінігімде. Өкінішке қарай біздің заңда бұл қозғалыпты 2017 жыл ма, сонда бүкіл министрліктер, иә дұрыс, бізде деструктивті діни ағымдарға қарсы заңдар болу керек деген кезде сол кездегі ұлттық қауіпсіздік комитеті қолдамапты да. Көрдіңіз бе? Енді түсінесіз, ол кезде кім басқарып отырды, кімнің мүддесі бар екенін ол жерде. Қазір өзіңіз қарап отырсаңыз, мен бір талас тартыс қоғамды жікке бөлу тағы да басталды. Тәңіршілер мен мұсылмандар, ханафилер мен сәләфилер деген сондай, бұл өте қауіпті нәрсе. Ал дін жалпы түсінікте бұл интимді нәрсе. Өзі ислам дінін ұстанып жүрген адамдардың өзі уағыз айтып отырғанда айтады, сен дейді намаз оқып жүргеніңде әйелің білмесе де сол абзал дейді. Құдаймен байланысыңда кімнің не шаруасы бар? Қазір бізде көрінген жерде тек қана ислам дініне қатысты айтпаймын. Біреуі жаңағы әркім өз дінін тықпалайды, әркім өзінікін итермелейді. Сосын қандай бағытта итермелейді? Міндетті түрде өздеріне бір жаудың образын жасап алады. Міне мыналар кәпірлер, мыналар
тәңіршілдер, мыналар оңбаған. Қарасаңыз, түк ешкім бір насихат айтып отырған жоқ. Біреуді біреу жамандау ғана. Қазіргі уағыздың форматы сондай болып кеткен. Тек қана жамандау отырып алып, ана оңбағандар, анау бұл жақсылыққа апармайды. Бұл үлкен мүдделердің қақтығысын алып келуі мүмкін ертең. Бір кездері Алматыда бірнеше теракт бола жаздап, лаңкестердің көзі жойылған кезде, терактың алдын алып, сол кезде көп адам сақалын күзеп, балақтары ұзарып, сондай бір жаппай, қандай сол кезде талап болғаны есіміне түспей тұр, сондай бір үрдіс белең алған еді. Бірақ кейін ол заң аясында шегеленбегендіктен болар, қазір қайтадан еркін шыға бастады. Мүмкін ол кісілерге бұл әңгімеміз ұнамайтын болар, бірақ сіз айтқандай діни ахуалға немқұрайлы қарасақ, ол өте қауіпті. Және жаңа көп пікірлер осы жағдайдан кейін, өткендегі жағдайдан кейін, көп пікірлерді оқып отырсам, ол кісілер үнемі ашулы, агрессиялы түрде өздерін көрсетеді дейді. Яғни бұған бір шара қолдану керек шығар. Мүмкін сіздер тараптан. Біздің айтып жүргенімізде осы, енді менің өзім ойым негізінде бұны заң жүзінде ғана реттей аламыз біз. Басқа ешқандай, оның өзінде де сіз өзіңізде көрдіңіз, мектептегі хиджаб мәселесі болған кезде қаншама мешіттердің алдынан видеолар тарады. Тікелей кәдімгідей қорқытты кәдімгідей. Бәлкім олар да сол күшін көрсеткісі келді ме екен. Өте шынның жүзіндей абайлап өтетін жер бұл. Сондықтан бұған үлкен жауапкершілікпен, үлкен түсіністікпен, мысалы қазір мына ЛГБТ бойынша да шығып жатыр ғой. Ол да осы сияқты, бұл да, олар да өздері бір топ, өздерінше бір қауым, өздерінің құқығын бұлдағыш, олар да. Кешегі видеоны көрдіңіз, ол қазақтың киіз үйінде ер бала қазақтың камзолымен билеп жатқан, қатты талқыланып жатыр қазір. Ер бала ма? Ер бала, ана бала, билеп тұрған ер бала. Соны осыған қатысты да енді туындап кетті әңгімеміз сонымен байланысып. Жалпы қазақы құндылыққа, қазақпен байланысты, ұлттық дәстүрімізбен байланысты дүниелерді жаңағындай өздеріне назар аудару мақсатында қолдануға сізден естіп қалдым. Заңмен тыйым салуды қалай қазір бізде білім беру және мәдениет туралы заң жатыр. Мен жұмыс тобының жетекшісі ретінде айта аламын. Біз қазір бір қатар нормалар енгізгелі жатырмыз. Бүгінде Самат Базарбайұлы Мұсабаев өте жақсы депутаттық сауал көтерді. Біз тек қана киіз үйде емес, мен қазір артқа сәл шегініс жасайтын болсам, кезінде жалаңаш денесіне қазақтың шашбауын, күміс алқасын, сәукелесін киіп алғанда қыздар шықты. Одан кейін біздің жаңағы домбырамызды аэропортқа самолетке кіргізбейтін қауымдар шықты. Одан кейін басқа ұлттың өкілдері шықты, біздің домбыраны сындырып, жаңағы ол да болған, солтүстікте ме, Қостанайда ма сондай бір оқиға болған. Біз оның біреуін де ұмытпауымыз керек. Одан кейін біздің домбыраны, бүкіл ұлттық болмысымызды харам, мынау деген келмейді, бұл деген анау, бұл деген мынау дейтін қауым тағы топ шықты. Осылардың барлығының алдын алу үшін біз өзіміздің ұлттық кодымызды сақтауымыз үшін қазір заң түрінде біз 5 қаруымыз бар, аспаптарымыз бар. Осыны електен өткізіп, біз қазір осы жұмыс тобының айналасында ақылдасып жатырмыз. Өйткені оны біз мәдени құндылық деп кіргізе алмайды екенбіз. Мәдени құндылық деп кіргізетін болсақ, ол аспаптардың шекарадан асуы, мысалы енді қарапайым әнші өз домбырасымен шетелге шығу уайым болып кетеді екен. Сондықтан біз мәдени байлық деп, не болмаса рухани қазына деген сияқты жаңа түсінік енгізіп, қазір заңгерлермен бәрімен ақылдасып жатырмыз. Жаңа түсінік енгізіп, бұйыртса осының бәрін соның ішіне топтастырайық деп отырмыз. Оның сыртында тағы да үлкен проблема бар. Жаңа 5 қаруымыз біздің. Шеберлер мысалы қылыш, садақ, суық қарудың қатарында тұрады екен, олар шетелге сата алмайды. Қазір оның бәрін, 5 қаруымызды бәрін атымен, түсімен түстеп тұрып, осыны бір жүйеге келтіріп алмасақ, ертең айлық қыламыз біздің бәрінен. Ал жаңағылай қорғау, ұлттық дәстүрімізді қорғауға қатысты жаңағыдай қолдануларға, нақты бір жаза қолдану аясында егер талқыласаңыздар, оған қандай жаза тағайындалуы керек? Менің түсінгенім, бұндай жағдайларда қылмыстық жазадан гөрі әкімшілік жаза жақсы жұмыс істейді.
Өйткені қылмыстық жазаның процесі өте ұзақ, басқасы. Ал неғұрлым үлкен мөлшерде айыппұл салып тастасаң, қоя қояды. Қалтасы бәрі сол қалтасына іліп қоя қояды. Енді оны әлі біз жұмыс тобының аясында қазір бүкіл органдармен ақылдасамыз. Қайсысы дұрыс болатын, өйткені бізде әріптестеріміздің ішінде заңгерлері бар, басқасы бар, адвокаттар бар. Әсіресе олар көп процестерде осындай жағдайлармен кездескенде олар дұрысын айтады. Мына жерде әкімшілік жаза тиімдірек болады деп. Өйткені қылмыстық жаза жұмыс істемей қалатын кездер болады. Тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты заңда да әкімшілік құқық бұзушылық айыппұлы өте жоғары. Иә, солай болу. Яғни қалтасын ойлап болса да қолына тыйым салынады. Жаңа сыртқа шығаруға қатыстыдан ойдан ой туындайды. Депутаттық сауал ретінде өткенде қазақ жылқысы да сыртқа экспортталады деп айтып қалғаныңыз. Сол сәтте бір қатар ақпараттар айтылды. Төрт түлікке бөлінетін субсидияның 3 миллиарды ма жылқыға, сонда 6 миллиарды шошқаға бөлінетіні айтылып қалды. Егер бұл ақпаратты ақын Ринат сахнада тұрғанда басқаша қабылдайтын еді. Ойбой, басқаша қабылдайтын еді. Және басқаша айтатын еді. Сол сәтте сіздің мінезіңіздің өзгергенін бір салмақты қабылдадыңыз да, бірақ ойыңызды жеткіздіңіз, бірақ бұл салмақтылық осы саясатқа келуіңізбен байланысты мінезіңіз өзгерді деген сөз ба? Бұл бір сұрақ. Және екіншісі, жаңағы жылқы малы да экспортталады деп сол күнгі сауалыңызға нақты бір жауап, шешімдер келді ме? Ол жауаптан бастайын. Жауап келгенде өздеріңіз көрдіңіздер, министр сөзде ойбай беріп жатырмыз деген ақпарат жеткізді. Оның беріп жатқандары бір жаңағы оның өзіне айғыр болу керек, жаңағы асыл тұқымды болу керек па, 100 мың теңге береді оның өзіне. Жылқының бір санында келмейді олардың беріп отырған субсидиясына. Ал сол кезде біз шошқаны экспорттаймыз, олардың айтатын уәжі сол. Өйткені шошқаны жаңағы тез өседі, етін көп көлемде болады, соны сата аламыз дейді. Біз онымен келіспейміз негізі. Жылқыны, қойды да экспорттауға болады, егер дұрыс дамытып, дұрыс көбейте алатын болса, басын, бағуын бір жүйеге, бір салаға салатын болса, ол үлкен табыс әкелетін мүмкіндік қой бізге. Бірақ оларға жаңағы жалқауға жатыстың өзі жұмыс дейді ғой, қазақ айтады ғой. Сол сияқты шошқа оңайырақты сата салғанға. Ар жағында бір ұлттық намыс бойында бір мемлекетке деген махаббат, болашақтың алдындағы жауапкершіліктің жоқтығынан ба деп ойлаймын. Енді қазір тұқымын асылдандырамыз деп жатыр. Мына Қостанай жылқысына да 700 миллион ба сондай қаржы бөлініп жатыр. Оны басқа да жаңағы аймақтардан шығып жатыр. Адай жылқысы бар, басқасы бар. Жарайды, ол асыл тұқымды ретінде дамытсын. Ал бірақ біздің мына жерімізде, іргемізде 1,5 миллиардтан астам тұтынушымыз тұрғанда біз неге енді өткенде бір әңгімелесіп қалдым, арғы беттеңдегі жігіттер сонда айтады, бір облыстың өзінен 300 мың тоннаға дейін ет алатын мүмкіндігі бар дейді Қытай мемлекеті. Егер ал біздің жылдық бүкіл мемлекеттің экспорты 40 мың тоннаның айналасында. Ойлаңыз енді қанша жерден ұтылып отырмыз біз, қанша нәрседен. Сондықтан менің өзімнің түсінігім, шошқа бағудың енді қазір жаңа жүйесін ойлап тапты ғой, Қытайдағы сияқты сыртқа шығармайды, бақпайды, мынандай қоршалған жерде, тап-таза жерде жаңағы халатын киеді, маскасын киеді, адамдар барып жұмыс істейді, ол жердің айлығы да өте жоғары. Сондай жүйеде жасайтын болса, бәлкім болатын шығар. Енді бізде бетпақтың даласына апарып па, бір ешкім өндіріске ешқайда жарамайтын жерлерде мүмкін өсіруге болатын шығар. Ал бізде керісінше іргеде тұрады да. Мына Қырғауылдағы өткенде үлкен шу бар ма? Менің үйім тура сол үйдің артында. Қанша соғыстық мысалы. Әрең дегенде міне халықтың табандылығының арқасында жеңді. Сол сияқты ол үлкен дискомфорт тудыратын нәрселерден кішкене абайлап дұрыстап істеу керек. Енді мінезге қатысты айтайын. Мен алдында осы Абайға бергенім ба бір интервьюімде мінезім өзгерген жоқ. Көп нәрсені қабылдауға дайынмын қазір, кез келген нәрсені. Бұрын былай жүрген кезде бір нәрсеге қатты таңырқап, эмоциямен жауап беретін едім. Қазір мына жаққа келгеннен кейін мен кез келген
оқыс оқиға дейміз ғой біздің тілде, оқыс оқиғаға дайынмын, кез келген жауапқа дайынмын, соны дайын болып қабылдауға мәжбүрмін де, сол дайындыққа мәжбүрмін. Өйткені саяси өмірде жүргеннен кейін ол тек қана мәжілістің ішінде емес, оның сыртында да провокациялар өте көп болады. Бізде менің әріптестерім де өзіңіз көріп жүрсіз, кейбір сондай провокацияға ілініп қалғандары бар. Іште ойлаймын, ай мынадан маған аулақ болу керек деп. Өйткені мен осы 5 жылдыққа келдім ба, елдің үмітін ақтаймын, арқалаймын деп, сөзін жеткіземін деп, болды осыны абыроймен атқарып алсам, ары қарай қайтадан өз қалпыма келемін ғой деймін. Мінездің өзгерген ештемесі жоқ, тек қана қазір бәріне қабылдауға дайын. Таңырқауым азайды деуге болады. Дегенмен ақын Ринатты депутат Ринат тұншықтырып тастаған жоқ па? Шабыт жоқ. Шығармашылық адамдар үшін еркіндік өте маңызды. Еркіндік деген тек қана сөйлей алу, ойыңды еркін білдіру ғана емес қой. Еркін жүріп тұру. Кез келген көшеде кездесіп қалған адамның мәселесін айтып, болмаса туысқандарыңызбен тойға барып, еркін билеп, көсіле қарқылдап күлу деген сияқты. Осының бәрі еркіндік қой. Осы еркіндіктеріңіздің бәрі қазір шектеліп қалды ма? Иә, бірақ уақытша ғой деген жұбаныш бар. 5 жылға. Иә, уақытша ғой, сәл шыдау керек деп. Бірақ ол еркіндікті сағынасыз. Әрине. Ол еркіндікті кім жек көреді? Ойыңның еркіндігі. Жаңағыдай бірден айтсаң артыңнан топ-топ арыз түспейді. Мына сөзін дәлелдесін, әйтсін бүйтсін деп. Ақын елдің еркесі, жүрген жерінде еркесін, керісінше саған батасын береді, бәрі төрге шығарады. Ал қазір қай жерге барсаң да бәрі өзінің арыз тілегін айтады. Сосын енді өтірік айтуға зауқың болмағаннан кейін шынын айта саласың, сен мәселең шешіледі, сіздік шешілмейді деп. Шешілмейді деп айтсаң, кәдімгідей көзқарасы өзгеріп, саған ала көзбен қарап, ренжіп, сондай болады да. Депутат мәселе шешкіш емес, мәселені жеткізуші. Енді оны көп ешкім түсінбейді ғой. Және бір мәселе, енді біз журналист болғаннан кейін біз де елдің ішінде жүрміз ғой, көп жаңа әсіресе қылмыстық істерге байланысты. Мысалы Алматы облысы Іле ауданында бір наша шығаратын цех па, нашақор не дейтін еді, бір ұнтақ шығаратын, есірткі шығаратын. Иә, есірткі шығаратын цехты әшкерелеген бір жігіттің үстінен іс қозғалғанда, керісінше ол әшкерелейді, оның үстінен іс қозғалады. Ол жігіт қазір сотталып кетті, анасы жылап бізге хабарласты. Осыған байланысты біз депутаттарға өзі шығам дегеннен кейін, менің әріптестерім көп қой енді парламентте жүрген. Сол кісілерге айтқанда, біз қылмыстық істерге, сот процестеріне араласа алмаймыз деді. Егер олар мысалы прокуратураға болмаса жоғарғы сотқа әр жаққа хабарласып үміті үзілген жағдайда депутаттар ол кісілерге қорған бола алмай ма? Бұл мәселеге қандай да бір, мен тек бір деректі ғана айтып отырмын. Жалпы осындай жағдайларға депутаттар қаншалықты араласа алады? Араластырмайды. Ешқандай сот. Бұл парламенттің бекітілген регламенті бойынша депутаттардың кез келген мемлекеттік мекемеге басқасына кіруге хақысы бар. Кез келген министрге сауал жолдауға, үндеу жасауға хақысы бар, белгілі бір есеп талап етуге хақысы бар, бірақ сот ісіне араласуға хақысы жоқ дейді. 1 жылдан асты жоғарғы сот қабылдамайды. Жаңағындай өтініштің, менде бір өтірік айтпаймын, бір 100-ге жуығы жатыр. Көп. Алматы қаласында жаңағы білім басқармасында ма жұмыс істеген бір жігіт қазір абақтыда отыр. Бүкіл қолымда дәлелім бар, бәрін көрсеттім дейді, бірақ мені соттап жерді, керісінше сол ақшаны жеген адамдар қызметі өсіп кетті дейді. Ондай көп мысалдар. Бірақ соттың бүгінде айтып отырғанымыз сол, біз қазір сот жүйесімен сабақтасып жұмыс істей алмасақ, бұның арты жақсылыққа апармайды. Өйткені өкінішке қарай бізде соттан шағымның көптігінен ба қарастырмайды көптігінен. Жаңағыдай ат үсті тақырыбын оқи салам екен, зерттеп қарамай екен, шешімдеріне таң қаласыз. Мынандай шешім бар, бір сот сенікі де дұрыс деп шешім шығарып берген бар. Соны қалай дейсің де, ол қалай ол? Бұл қазіргі осы сот жүйесін реформалау барысында комиссияның, депутаттардың ескеру керек нәрсесі деп ойлаймын. Айтып отырмыз ғой, өйткені көп аянышты нәрсе. Ал депутат қанша дегенмен ол барып, көзбен көріп келе алады, айта алады. Ондай істермен қазір, білмеймін, мың мысал айтып бере аламын қазір. Думан Мұхаммедкәрім, сіздің досыңыз, ол кісі қазір түрмеде, менің әріптесім. Сіз парламентте отырсыз, енді ұзақ жылдар дос болғансыздар. Досыңызға
биліктің бір мінберінде отырған адам ретінде ешқандай көмектесе алмадыңыз ба, әлде араша түсе алмауыңыздың бір себебі бар ма? Мен енді ашығын айттым, оны алдында да айтқам, біз жалпы саясатта кез келген нәрседе ойыңды жүйелі жеткізу және әрбір қадамыңа сақ болу керексің. Бұл талап. Кез келген жерде маған десе осы ертең менің абыройымды асқақтатып жіберем деп ойласаң да, осалдық танытпауың керексің. Ол ана бір қызығушылыққа осалдық танытпау керек. Саясат бәрін кешіреді, осалдықты ғана кешірмейді. Мен Думан Мұхаммедкәрім осы мына ұзақ мерзімге қамалардың алдында бір қамалған кезінен шыққан бетте екеуміз ұзақ сөйлестік. Мен сол кезде барлық білген түйгенімді айттым. Дәке, былай жұмыс істеуге болмайды. Былай істеш, былай істеш. Жоқ, мен ертең біз бүйтеміз, ертең біз сөйтеміз, ертең біз бүйтеміз деді. Мен айттым, мен ертең сен бірдеңе болатын болса көмектесе алмай қаламын дедім. Өйткені білем де, ол баянсыз, нәтижесіз екен. Онымен мүлдем басқа ведомстволар, мүлдем басқа адамдар айналысып жатуы мүмкін де. Сосын жаңағыдай сот ісіне араласа алмайсың дейді, болды. Енді қазіргі жағдайында бәлкім болатын беді. Мына жақтағы жауапты органдармен сөйлесіп, кіріп, айтып, бірақ әрбір сотының өзі ток-шоуға айналып бара жатыр да. Сонан кейін сотта сот өткізгісі келмейді. Мына жақта халық шулап тұрғаннан кейін. Әйтіп соның сот тезірек өтіп кеткені бірінші Думанның өзіне пайдалы. Соты тезірек өтіп кетсе, ал енді қараңыз, анау облыстық сот алдына жаңағыдай бүкіл камералармен адамдар келіп жиналып тұрғаннан кейін ол да түсінбейді. Қалай болады екен? Былай шешім шығарсам бүйтіп болмай ма? Былай шешім шығарсам бүйтіп болмай ма деп, сонан кейін сотты шегере береді. Бір жылдан асып кетті уақыт. Думанның өзімен келісе алмадыңыз, иә? Мен оған түсіндіре алмадым. Түсіндіре алмадыңыз. Жақсы. Депутат ретінде қылмыстық істерге араласа алмайсыз, сот процесс жүріп жатқан кезде. Бірақ басқа да көмектесудің басқа да жолдары бар. Мысалы, мүмкін сіз заңгермен сөйлесіп көрдіңіз ба, Думанның ісі бойынша болашақ қалай болады деген сияқты. Болмаса адвокат арқылы, жақсы адвокаттар тауып беру арқылы көмектесу сияқты басқа сіз тарапыңыздан қолдау болды ма? 4 депутат мен білетін қазір өзімді қосқанда бұл іске қатты алаңдап отырмыз. Көмектескіміз келеді. Оның біреуі Ермұрат Бапи еді. Былтыр менің де жоспарымда болған, жазғы демалыс кезінде кіріп шығам, амандасып сәлемдеп шығам деген. Ермұрат аға кіріп шыққаннан кейін қандай әңгіме болды? Билік маған адам жіберіп, мені көндіруге әрекет жасап жатыр деді. Осыдан кейін кім бұл іске араласқысы келеді? Өйткені әрбір қадамыңды ана жақта басқаша түсіне ме екен, әлде өздері солай түсінгісі келген, сондай хабар таратады. Көмектесу ниетін басқаша түсініп қалуы мүмкін. Иә, одан кейін әрине бәрі қойшы деп. Сондықтан қазір неғұрлым үндемей, баяғыда бір көмегің болсын, тыныш отыршы деп. Тыныш отырғанымызда көмектесіз. Тыныш отырудың өзі де көмек болады қазір. Қазіргі жағдайда. Иә. Жақсы, кішкене әңгіме ауанын басқа тақырыпқа ауыстырсам, осы 1-2 күндікте бір ақпарат шықты несиеге байланысты. Қоғамдағы кейбір осал топтар деген аударма мағынасы ұнамайды негізі. Жалпы бірінші, екінші топтағы мүгедек азаматтардың, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың несиесін кешіру ма, осыған қатысты ақпарат оқып қалдым да. Жалпы бізде бұдан бұрында бір қатар несие кешірілді, президенттің тапсырмасымен. Бірақ үнемі несиені, бұл енді көп адамдарға оңай бермейтін шығар, бірақ несиені кешіре беру. Бұл соған үйреніп кетпейді ме қоғам? Мысалы, несие алу ол жауапкершілік. Мен несие алдым, өзім төлеуім керек. Бірақ бәрінде бірдей мүмкіндік жоқ десек те, о баста біз бәріміз несиені сол жауапкершілікпен алдық, қайтарамыз деген сияқты. Соңғы кезде бұл қоғамға жақсы өтетін тақырып, егер несиені кешірейін деп жатырса, сол тақырып жақсы көріледі, оқылады, жақсы талқыланады. Сол жағдайда ғана бізге көмектесіп жатыр деп ойлайды. Осыған қатысты сіздің депутат ретінде пікіріңізді білгім келеді. Мүмкін жаңа кейбір топтарға ғана кешіру жағы қарастырылу керек пе, әлде мүлде бұл мәселе көтерілмеу керек пе?
сіздің ойыңызбен толық келісетін жерім осы менің. Мен өз бұрыннан да айтып жүретінмін. Депутат ретінде емес, өзінде несиесі бар адам ретінде жауап берейін. Өзі несие өтеп төлеп отырған адам. Несие ол белгілі саған қажет кезінде алдың ол ақшаны. Я біреу дәрі алады, біреу той алады, біреу үй алуға алады, біреу көлік алуға алады. Бірақ ол жердегі бір факты айнымас айғақ, ол сен алдың, ол өтелу керек. Ал банктың үстемақысы өте көп, проценті көп, оның бәрімен келісемін мен. Бір рет кешірілді несие. Бірақ сол адамдар екінші рет барып алды ғой. Алды. Көрдіңіз ба? Бұл жерде несие алудың да, қазір табылады адамдар. Қымбатшылық болғаннан кейін, қолымызда болмағаннан кейін аламыз. Оның барлығын түсінемін. Бірақ биліктің көмегі болатын болса, бәлкім ана бір-екі ай төленбей қалса үстіне өсіп кететін бір пенялары бар ғой. Соны тоқтатса құба-құп. Бірақ алған ақшасын қайтару ол әркімнің міндеті. Келісім шартқа барғанда көреді әркім, оқиды, осынша пайызбен аласың, осымен келіседі. Болды. Ол мен түсінбеймін оның нәрсені. Кешіре салу дегенді. Бірақ несиеге байланысты қазір қоғамда туындап жатқан тағы бір мәселе, несие алаяқтарға алданып қалу. Зейнеткерлердің атына 3 миллион, 4 миллион, 2 миллиондап рәсімделген несиелер бар да. Зейнеткер адамдар түсінбей қалуы мүмкін, бірақ әдетте кез келген адам банкке барса оңайлықпен несие рәсімделмейді. Яғни ол жерде бір ұшы сол банктердің де байланысы болуы бар. Бірақ оны дәлелдеу өте қиын. Осындай мәселемен сіздерге жазып жатқандар болуы бек мүмкін. Өте көп. Оған қаншалықты көмектесе алып жатырсыздар? Қалай көмектесесіз? Мысалы, ол ақпараттар банктен алыну мүмкін, не болмаса қандай да бір онлайн тіркелген жерлерде болуы мүмкін. Көбінесе қазір айтады, ең оңай жол дейді, біреудің атынан келеді ғой, орысша жазады, көбі алданып қалмасын. Маған көмектесіп жүрсіз, мысалы, менің бүкіл телефонымдағы ақпаратқа қалай да бір қолын жеткізетін болса, ішінде Ирина Советжанқызы деген контакты бар. Сосын олар алады да: Ирина, здравствуйте, можете мне срочно помочь дейді. Сіз қарайсыз, менің атым шығып тұр, менің суретім тұруы мүмкін. Содан кейін енді негізінен орысша жазады, қазақ сөйлейтін адамдар көп алдана қоймауы мүмкін. Солар жай сілтемемен кіргеннің өзінде дейді, бүкіл оның да телефонындағы ақпараттар солай қарай көшіріледі дейді. Бұл біріншіден біздің цифрлық даму министрлігі мен ішкі істер министрлігінің жұмыс істеу керек жері. Ең үлкен жұмыс солар екеуі жүргізу керек. Бұлар қазір бірігіп жұмыс істемейтін болса, қылмыстың барлығы қазір осы онлайнға ауысып кетті. Бұл тоқтамайтын процесс. Ал енді ол дәлелденген жағдайда, өткенде мен әріптесім Үнзила Шапаққызы айтты, егер сондай алаяқтыққа ұрынып қалдым деген адамдар болатын болса, маған хабарлассын деді. Менде көмектесетін бір елдер бар деді. Тіпті мен бұл жерде кішкене түсінбейтін дүнием, алаяқтарға алданып қалды деліге, бірақ банк қалай үлкен ондай соманы бере салады, сол күнге дейін беріп көрмегенді. Ол мысалы зейнеткердің зейнетақысына қарау керек. Жоқ, бұл ол қылмыстық топ қой, үлкен жұмыс істейтін. Бір адам жұмыс істемейді ол жерде. Яғни ол қылмыстық топтардың кейбір мүшелері банктың ішінде де отыруы мүмкін деген. Отырып кетіп қалуы мүмкін. Осы жерде проблема. Түсінесіз ба? Ол бір ай жұмыс істеді, бүкіл базаны алып кете салды, бітті. Сондықтан кейбір қылмыстардың алдын алу үшін бізге жаңағы сіз айтқандай ішкі істер министрлігімен маманы керек бірінші. Кейбір қылмыспен мамандар даярлауымыз керек біз. Мен күмәнім бар ондай мамандар жеткілікті дегеніне. Біздікілер сол ұрып соғу, көшедегі ұрлық, соның айналасында жүрген сияқты әлі күнге. Ол қалды баяғыда. Ринат, қазір өлең жазасыз ба? Біраз болды жазбағалы. Депутат болғалы жазбадыңыз ба әлде? Депутат болғалы бір-ақ әннің сөзін жаздым. Абайлаңыздар ма? Жоқ, абайлаңыздар қайда? 2016 ма сондайда жазылған. Осы өзіміздің ауылдың жерлесі, мен Нұржан деген бауырым келді, бір өзімде ішім құсалы болып жүрген. Сонда Берік Сұлтанбеков деген досым студиясына барып, не бар деп әңгімелесіп отырғанда, осындай ән бар, Нұржан бауырымызға жазғанбыз, уақытымыз сөзін жазып берді. Сол жерде отырып сөзін жаздық. Сол кезде қазір енді жоспарлап отырмын, жазғы демалыста біраз Алматыға барып, сол ескі достарыммен бас қосып, біраз шығармашылықпен айналысып салу керек болып тұр. Жалпы осы депутаттық
статусыңыз бар кезде нені өзгерткіңіз келеді? Нақты бір өзіңіздің көкейіңізде жүрген кейбір мәселелер бар ма? Орай келген кезде мен осыны өзгертсем екен деген. Біріншісі жаңағы мәдени құндылықтарға байланысты. Оның дәл сондай деңгейде тұрған, мен қазіргі үлкен алдыма өзім қайтсем де қол жеткізем деп жоспарлап отырғаным бұл жаңа қазақ әдебиетіне деген пәнді енгізу мектептерге. Оның талай шет жағасын түсіндіріп кеткенмін, осылай болады деп. Енді үшінші үлкен арманымыз бұл маған дейінгі Қазыбек Иса ағамның арманы, мемлекеттік тілдің мәртебесі бойынша бір заң әзірлеп осындай бір ертеңгі күллі ұрпаққа пайдасы тиетін үлкен істерге атсалысып қалсам бекер жүрген жоқпын деп ойлаймын. Жалпы шын мәнінде қызуқанды Ринаттың мінезінде менің ойымша өзгеріс бар. Тежелу бар енді. Өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Сабырға, ашуды сабырға жеңдіруді үйрендік. Жоқ, иммунитет қалыптасады екен адамда. Иммунитет қалыптасады екен, сен күнде жаман сөз ести бергеннен адамда иммунитет қалыптасады екен. Өйткені сен өзіңнің ол жерде кінәң жоқ екенін білесің. Сонан кейін тағы бір сұрақ келген кезде сен қабылдайсың да ертең нәтижесі басқа болған кезде көре жатармыз дейміз. Қабылдау. Бұрынғыдай лап ете түсу жоқ та. Шығармашылық кешіңізді көріп шықтым. Соңғы шыққан өлеңіңіз емес, абайлаңыздар. Жоқ, ол 2016-да ма, сондай да, оның шығу тарихы да қызық. Абайлаңыздар, көк емес жерге қарайлаңыздар деген, мен Катонқарағайда демалып жатқанбыз ғой біз, жаздың кезі. Соң жаңа ерген осындай ән жаздым деп берді да, оның бір сөзін жазып көремін, өмір өзенге ұқсап кетеді. Тағы бір сөзін жазып көремін, махаббат мүлдем жараспайды, дос туралы жазып көремін, тағы да келмейді. Сон жатып қалды ол ән бір айдан астам уақыт. Сон Катонға барып демалып жүрген кезде біз үлкен биік жерінде жаттық та. Сон бүйтіп жолымыз бар ғой, Пантовый ваннасына баратын, тамақ ішетін жерге баратын. Сол жол енді мынандай жарда былайынан құлап кетсең кетуі мүмкін. Сол жерге қоршау ештеңке жоқ. Жаздың кезі шөп өсіп кетеді. Мынандай жерге табличкалар жазып қойғанда абайлаңыздар, осторожно, абайлаңыздар деген орысша қазақша жазып қойды. Соң ойлаймын, бейшарам бүйтіп аспан қарап жүретін біреу осы жерден құлап өледі ғой деп. Сонда келді абайлаңыздар, көкке емес жерге қарайлаңыздар деген. Бір астары қарап отырсаңыз, қарапайым ғана мысалмен дүниеге келіпті да, ал бірақ астары қандай үлкен. Жоқ, адам түсінуіне байланысты ғой, мысалы қарайсың да. Бір сұхбатыңызда қару тақаған кездер болды деп айтасыз. Қайталанған жоқ па? Жоқ, қазір көбісі онлайн батыр қазір бәрі. Онлайн өлтіріп кеткісі келе ма? Ие. Сөйтем, бүйтем дейтіндер көбісі. Негізі депутат болғалы халықтың сізге деген пікірі өзгерді деп ойлайсыз ба? Мүмкін енді кейбір мысалы мен өзім әлеуметтік желіде отырмағаныммен бүкіл жаңағы сондағы болып жатқан оқиғадан хабардармын. Адамдарым бар, бауырларым бар. Мен былай деп жатыр, сіз туралы былай деп жатыр, былай деп жатыр, былай деп жатыр дейді. Қазір көбейді, ойбай, сөйтіп ет, бүйтіп ет, не өзгеріп жатыр, не істеп жатыр. Мен жақтағы жұмысыңда ешкім шаруасы жоқ қой, бүгін бәрі бақытты болғысы келіп деді. Бәрі бақытты болғысы келеді. Сондай кезде ойлайсың да, жарайды, ештеңе жоқ, бұл да уақытша ғой деп. Жалпы жаңа Қазақстан арқылы шынайы тәуелсіз елге айнала аламыз ба? Саяси мінберде жүрсе сіздің ойыңызша қазақтың болашағы, қазақ мемлекетінің болашағы қалай болады сіздің ойыңызша? Бұл біздің атқарушы биліктің батылдығына байланысты. Біздің де оған үлесіміз болу керек. Қазір бір 10 батыл қадам шынымен мемлекетке пайдасы тиетін, шынымен мүмкіндігі бар біздің тетіктерінде көріп тұрмыз кейбір жерлерден. Сондай қадамдар жасалып жүрсе, ештеңе жоқ. 50 жылда ел жаңа дейді, білмеймін, бізде 10 жылда бір буын өседі ғой. Осы 10 жылдың ішінде қоғам тәрбиелеп алуға болады. Өйткені Абай ақымақ емес, менің қолымда закон мен билік болатын болса, адамның мінезі өзгермейді деген, адамның тілін кесетін едім деп айтқан Абай ақымақ емес. Мен толық келсем осы оймен. Ринат, жалпы парламент
енді көптеген депутаттық сауал жолдап жатады, бірақ қоғамда дәл қазір күйіп тұрған өзекті, мысалы жаңа өзіңіз айтпақшы, бақылап отырасыздар, қоғамда дәл қазір кеше не болды, бүгін не болды деп, сондай бір өзекті күйіп тұрған мәселелерге қатысты бір санаулы ғана депутаттар шығып пікірін білдіріп жатады. Адамдардың пікірін білдіруге қандай да бір шектеу бар ма? Белгілі бір топ қана, мысалы Ринат айтады, Мақсат айтады, болмаса Нартай айтады деген сияқты. Кездестірмедім ондайды. Ондай шектеу жоқ. Кездестірмедім мен ондай шектеу өзімнің тарапымнан. Өзім жақсы күнделікті араласатын депутаттарымнан да ондай нәрсе естімедім. Мынандай фракция қарастырады, бюро қарастырады. Кім жеке бір мандаттықтарға тіпті жеңіл. Бізде енді жаңағы партия бар, бюро бар, қарайды бәрін. Бірақ соның өзінде енді ары кетсе былай болуы мүмкін. Ары кетсе мына тақырыпты дәл қазір қозғамай тұрады іштеуі мүмкін. Бірақ былай істеме деген мен өз басым ойлаймын. Кейде адам мен адам жақсы қарым-қатынасы болуы мүмкін. Сен депутаттық сауалың міндетті түрде бір министрдің не болмаса белгілі бір ведомствоның басшысының шымбайына тиеді ол. Өйткені оған жауап беру керек, одан сен тоқтай қойсаң бір жөн. Сол ретте енді жеке жақсы қарым-қатынасы болғаннан кейін бекен көп тақырыптар қозғалмай қалатын жер. Әйтпесе мен оның ешқандай кедергісін көріп тұрған жоқпын. Ал сіз көтерген депутаттық сауалдардың қаншалық, егер пайызы көрсеткішпен айтатын болсақ, қанша пайызы шешім тапты деп айта аламыз? Былай айта салайын, сауалға ғана қатысты болатын болса, депутаттық сауалға ғана қатысты айтып отырсыз ғой, заңға, жаңа жұмыс топтарына, не болмаса жеке айналысқаныма емес қой. 10 депутаттық сауал жолдадым. Келгелі осы сессия басталғалы бері екеуінің нәтижесіне келіп қалдық. Одан бұрын өткен сессияда қозғалған депутаттық сауалдарымның да 3-4-еуі қазір орындалып жүйелі түрде ақырын келе жатыр. Біреуі жаңағы енді сіздердің көзге көрінетінді айтайын. Мәдениет қызметкерлерінің айлығын өсіру бойынша мен 100% көбейту сұрадым. Министрліктердің бәрімен ақылдаса келе, жақсы 100%-ді бірақ 4 жылға бөліп көбейтейікші деді. Енді тіпті болмаса, енді ең болмаса осы болсын дедік. Сондай кездерден бар жұмыс істеп жатқан. Бірақ депутаттық сауал ол депутаттың жұмысының негізгісі емес екен. Негізгісі жаңағы заңның айналасында жұмыс істеу. Заңның айналасында жұмыс істеу. Жақсы, енді бас жағында да осыған ұқсас сауал болды. Енді әзірлеген соң қояйын деп тұрмын. Тағы да адамда мінез болады, ол мінез еркіндікті аңсап тұрады. Ол тек өз пікірін айту үшін ғана емес, адамның өз қол аяғының байланбай тұрғанын сезіп тұру да еркіндік. Бұл пікірдің сізге қатысы жоқ па? Мен кейде ойлаймын да, орманда жүрген ор қоян болғанша, шынжыда тұрсаң да қасқыр болған жақсы деп ойлаймын да. Шынжырда тұрсыз ба? Жоқ, мен мысал ретінде айтып отырмын да, егер екеуінің арасында таңдау болатын болса, орманға емін-еркін жүріп қоян бол, не болмаса мына жерде тұрасың, қасқыр боласың десе, бірақ байлауда тұрасың десе, мен екіншісін таңдайтын едім. Өйткені сенің жеке өзіңнің мүддең үшін ғана ойнақтап жүрген еркіндігіңнің мәнісі жоқ та. Егер елдің мүддесін үшін жұмыс істей алатын болсам, мен осы еркіндікті таңдадым дейсіз. Уақытыңызды бөліп, арнайы студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіздерге рахмет. Жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Жаңа басталып жатқан. Рахмет. Құл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңде ойнайды тұрғанша рухыңнан бөгелме. Кеудеңді керіп жүр, ескі жау ел болмас. Қазақ боп туғансың